Сәжде сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Жәбир былай дейді: Алла елшісі саллаллаху алейхи уа сәлләм алиф ләм мим тәнзил мен тәбәрәкәлләзи биядихил мулк сүрелерін оқымастан жатпайтын. Таус, рахимахуллах, бұл екі сүренің қасиеті Құрандағы басқа сүрелердің әрқайсысынан 70 есе жоғары екенін айтатын. Түсіндірме. Алла елшісі саллаллаху алейхи уа сәлләм жату, ұйықтау және ұйқыдан тұруға қатысты көптеген әдептілік қағидаларды үйреткен. Жоғарыдағы риуаятта ұйқыға жатпастан бұрын оқылуы керек екі сүре жайлы айтылған. Тирмизи бұл риуаятты китабу тәфсирде емес сауабул Құран уә дағауат бөлімдерінде жазған. Ғалымдар осы риуаяттан Алла елшісі саллаллаху алейхи уа сәлләм ұйықтайтын мезгіл болған кезде жатпастан бұрын кез келген уақытта оқыған деген үкім шығарған. Алиул Қари бойынша мәселе олардың түнде оқылуы емес ұйқыдан бұрын оқылуы. Соған байланысты бұл сүннетті орындағысы келетін мүмін бұл екі сүрені ұйқыдан бұрын оқуы керек. Таустан жеткен қосымша мәлімет Тирмизидің тек сауабул Құран бөлімінде кездеседі. Ол өз алдына басқа риуаят. Алиул Қари былай дейді: бұл сөз Бақара сүресі Құран кәрімнің Фатихадан кейінгі ең абзал сүресі деген сахих риуаяттарға қайшы емес. Себебі кейбір Құран кәрім аяттарының оқылуы абзал болған уақыттар бар. Мысалы риуаяттарда айтылғандай, үтір намазында Ағла, Кафирун және Ықлас сүрелерінің оқылуы басқа сүрелерді оқығаннан абзал. Сондай-ақ жұма күні таңертең сәжде және инсан сүрелерінің оқылуы басқаларын оқығаннан абзал. Әнәс олар түн ішінде төсектерін тәрк етіп, бір жағынан Алланың қаһарынан қорқып, екінші жағынан шексіз мейірімінен үміт еткен күйде Раббыларына жалынып жалбарынып дұға етеді деген аяттың құптан намазын күтетіндер жайлы түскенін айтқан. Әнәстің риуаяты Әбу Дәуідте былай жазылған: мұсылмандар Расулалла саллаллаху алейхи уа сәлләм бар кезде ақшам мен құптан арасында нәпіл намаз оқитын. Осыған байланысты түн ішінде төсектерін тәрк етіп, Алланың қаһарынан қорқып, шексіз мейірімінен үміт еткен күйде Раббыларына жалынып жалбарынып дұға етеді. Аяты түсті. Хасан Басри, аят түнгі намазға қатысты деген түсіндірме. Осы аятта түнде ұйқысын қиып төсегінен тұрып, Раббысы үшін құлшылық жасайтын адамдар мақталған әрі олардың қол жеткізетін марапаттар айтылған. Олар түн ішінде төсектерін тәрк етіп, бір жағынан Алланың қаһарынан қорқып, екінші жағынан шексіз мейірімінен үміт еткен күйде Раббыларына жалынып жалбарынып дұға етеді. Сондай-ақ өздеріне ризық несібе ретінде берген нығметтеріміздің бір парасын ізгілік жолында жұмсайды. Дүниеде істеген игі істері үшін оларды ахиретте көзайым етіп, шаттыққа бөлейтін қандай құпия сый-сияпаттың, нендей тосын нығметтердің сақтаулы, жасырулы екенін жан баласы білмейді. Әнәс осы аяттың ақшамнан кейін жатпай, құптанды күткендер жайлы түскенін айтады. Әбу Дәуідтің кейбір нұсқаларында риуаят нәпіл намаз оқитын түрінде берілген. Кейбір тәпсір ғалымдары осы көзқарасты таңдаған. Алайда хадисті түсіндірушілер көбінесе болатын түрінде берілгенін айтады. Осы екінші нұсқа Тирмизидің риуаятына да сәйкес. Өйткені ол жерде күту деген мағынада интизар сөзі қолданмаған. Алайда Хасан Басри аталмыш аяттың құптанды күтетіндер үшін емес, тәхәжжүд деп аталатын түнгі намазға тұратындар жайлы түскенін айтады. Ибн Мардуяның тәпсіріндегі Мәлик ибн Динар арқылы бізге жеткен көзқарас бойынша, Әнәстен төсектерін тәрк етіп деген аятты сұрадым. Былай жауап берді: Расулалланың сахабалары ақшам намазынан құптан намазына дейін намаз оқитын. Осыған байланысты осы аят түсті. Әзірет Әнәстен осы мазмұндас басқа риуаяттарда келген. Әзірет Биләл былай түсіндіреді: осы аят түскен кезде біз жамағат болып отырған едік, сахабалардан бір бөлігі ақшам намазынан кейін құптанға дейін намаз оқитын. Ибн Әбу Шайбаның Мусанафындағы бір риуаятта да Әзірет Әнәс ақшам мен құптан арасында намаз оқыған осы намаздарына Нәшиятул Ләйл дегендігі айтылады. Нәшиятул Ләйл Муззамил сүресінде жазылған сөз, ол түнде тұру дегенді білдіреді. Ол аят былай: шүбәсіз, түнгі құлшылықтың адамның зейініне, жүрегі мен рухына әсері әлдеқайда күшті. Сондай-ақ түн оқылғанды тыңдау һәм түйсініп, көңілге тоқу тұрғысынан өте берекелі, өте тиімді. Түнгі намаз ақшам құптан арасында оқылатын намаз деп ойлайтын басқалары да бар. Олар табиғиндерден Әбу Хазим, Мұхаммед ибн әл-Мунка, Саид ибн Жубайр және Зайнул Абидин. Ахмад ибн Хамбалдың Муснәдінде Әзірет Хузайфаның мына риуаяты берілген: мен Расулалламен бірге ақшам намазын оқыдым. Намаз біткен соң түрегеліп намазға тұрды.
Құптан уақыты кіргенге дейін оқыды. Кейін құптанды да оқып мешіттен шықты. Күмәнсіз, ақшам құптан арасында намаз оқу Расулалланың күнделікті әдеті емес еді. Түнгі намаз бөлімінде хадистер жазылғандай, Расулалланың құптан намазынан кейін ұйықтап, түнде қайтадан тәхәжжүд намазына тұрғаны көптеген сахих риуаяттарда айтылған. Убай ибн Кағб біз оларға осынау үлкен азаптан бұрын, бәлкім, райларынан қайтар деп, дүниеде, одан анағұрлым жақын азапты міндетті түрде таттырамыз. 34. Сәжде деген аят жайлы былай деген. Жақын азап, дүниелік кесапаттар, қуаңшылық пен батша немесе духан. Хадисті риуаят етуші батша деді ме әлде духан деді ме екен деп күмәнданған кісінің Шуғба екенін айтады. Түсіндірме. Убай ибн Кағб сәжде сүресіндегі біз оларға осынау үлкен азаптан бұрын, бәлкім, райларынан қайтар деп, дүниеде, одан анағұрлым жақын азапты міндетті түрде таттырамыз аятында жазылған жақын азапты түсіндіруде. Үлкен азаптың жаһаннам екендігі айтылған. Сахаба жақын азап Құран кәрімнің әр түрлі аяттарында баяндалған қиямет қайымның кейбір оқиғалары мен дүниелік кесапаттар екенін айтады. Тәйсирдің мәтінінде әл-Лузум деп жазылған сөз риуаяттың түпнұсқасында Мүслимде деп берілген. Негізінде, Абдулла ибн Мәсғудтан осы тақырып жайлы Бұхари, Мүслим және Тирмизиден жеткен риуаяттарда ар-Рум сөзі болғаны секілді әл-Лизам сөзі де бар, алайда тәйсирде болғаны секілді әл-Лузум түрінде емес. Бұл жерде бір қателік кеткен болуы мүмкін. Хадисте берілген сөздердің түсіндірмесіне келетін болсақ, Бұхаридің риуаятында Абдулла ибн Мәсғуд былай дейді: 5 нәрсе бар, олар болып қойған: әд-Духан, әл-Қамар, ар-Рум, әл-Батша және әл-Лизам. Бұхариге түсіндірме жазған Айни мына түсіндірмені ұсынады. Бұл жерде 5 белгінің болып кеткендігі айтылады. Біріншісі, әд-Духан түтін. Алла тағала: уа, Мұхаммед, олай болса көктен анық қою түтін шығатын күнді күте бер деген. Екіншісі, әл-Қамар, ай. Алла тағала: қиямет жақындады және ай қақ жарылды деген. Үшіншісі, ар-Рум, Алла тағала: әлиф, ләм, мим. Румдықтар жеңіліс тапты деген. Төртіншісі, әл-Батша: Алла тағала күні келгенде оларды пәрменді күшпен бас салып, сазайын береміз деген. Бұл Батша Бәдірде болған қырғын. Бесіншісі, әл-Лизам, Лизам үшін қуаңшылық делінген. Бәдірде өлілердің бір-біріне байлануы делінген. Ол, Бәдірде олардың тұтқынға түсуі. Сол күні 70 кісі тұтқынға алынды делінген. Қуртуби бұл жағдайда Батша мен Лизамның бірдей нәрсе екеніне назар аудартады. Хасан Басри Батша сөзін қиямет күні дейді. Өлім дегені де риуаят етілген. Сондай-ақ күнәларыңыз ажырамас азап болады делінгені, және Лизам сөзінің ажырамас, жалғасымды деген мағынасына сәйкес келетін жорамалдар бар екені Айни тарапынан айтылған. Лизам сөзінің жұт деген түсініктемесіндегі жұт Алла елшісінің меккелік мүшриктерге лағнет айтуынан кейін олардың басына келген жұт. Мүслимнің риуаяты бойынша бұл жұт бүкіл нәрсені жалмап кеткен, тіпті халық аштықтан тері, өлексе жеп кеткен. Солардың біреуі аспанға қарап тұман тәріздес бір нәрсе көреді. Әбден қиналған Әбу Суфияның Алла елшісіне өтініш айтудан басқа амалы қалмайды. Уа, Мұхаммед, сен Аллаға құлшылық жасауды, туысқа жәрдем беруді бұйырып келдің. Алайда қауымым құрыды. Енді олар үшін Аллаға дұға етші дейді.